Так, сонымен бүгін келесі күн. Енді бүгін қараңыздар. Мен де көлігім артында радиатор жатыр. Экскаватордың радиаторы. Бұл радиатор табылмай жатыр. Тесілік қалды, жарамайды. В общем, жұмысқа радиаторщиктерге апардым, жарамайды деп жатыр. Енді временный подлатать етеміз енді уақытша. Вот, бірдеке қыламыз. Бірақ жаңа радиатор керек болды маған. 2 экскаватор ма, 2 радиатор керек. Сонымен айналысып жүрмін. Так, ассалаумалейкум. Қазір біз радиаторщиктеміз. Мынау біздің жаңа Hyundai'дың радиаторы дюралюминий. Бұл радиатор жарамай қалды. Енді бізге радиаторщик тура сондай. Радиатордан мына евро 2 КамАЗдың радиаторынан тура сондай қылып келтірдік. Мұны келтірдік, ала берсам мынаны орнатамыз. Мынау жаңа радиатор. Міне ескі радиатор жатыр міне. Бұл жарамайды. Енді мынау радиаторды орнатамыз. В общем, креплениялардың бәрін келтірдік. Мына разъемдарын келтірдік. Бәрін келтіріп бізге. В общем, радиаторщиктің номері керек болса берем. Жаңа жасаған адамның. В общем, 1400-де радиаторларың кетсе, мынандай радиаторды іздеп жасап қажет жоқ екен. Міне евро 2 КамАЗды. Енді бұл білмеймін, көреміз. Жазда өзін бұл радиатор қалай көрсетеді, қалай жазда болады. Көреміз енді. Сол барлық жерін келтіріп міне жасап. Евро 2 КамАЗдың радиаторы дәл келеді екен. В общем, соны айтайын деген. Енді біз орнатамыз. Сосын жазда қалай температура, қалай көрсетеді, в общем, жақсы болады деп ойлаймын. В общем, салған радиаторымыз астындағы нелер, краниктар келмей қалды. Сондықтан біз оны салдық. Уақытша салып қойдық, кішкене астына брусок салып, 4 бұрыш. Кішкене көтеріп. Өйткені астында брусоктар темірлері қысылады екен. Шетін андай рейкамен уплотнять еттік. В общем, қазір бәрі надежно тұр. Бұл уақытша вариант болады. Уақытша, пока ертең тез шығып, объемымызды бітіріп, жұмыс істеп. Содан кейін барып, бұны дұрыстап заводской қылып жасаймыз. Переделка жасап. Пока осы. В общем, келесі күн сағат түс болды. Қазір жаңа экскаваторды оталдырып, қазір тексереміз. Міне жаңа радиаторды салдық, подгонять еттік, почти келіп тұр. Почти енді оригинал сияқты емес, но келтірдік. Қазір оталдырғаны антифризін құйып қойдық, қазір тексереміз. Сонымен өзінің несі родной радиаторы 1.200.000 теңге тұрады екен. Бізге мына радиатор 260 мыңға, в общем, обошлось. 260 мыңға. Сонда есептей беріңіздер, қаншама ақша экономия болды. Мына жақ балчық болып, бытчыт болып, короче. Үйден, короче, сварка, болгарка бәрін алып кеп подгонять етіп. Оны қазір оталдырып жатыр. Оталдырып, қазір тексереміз. Қалай болған? Осы міне. Подгонять еткен тесіктер мына жерлері көріп тұрсаңыз. Сонымен мотордың үсті жұмыс істейміз деп балчық болып кетті. В общем, оталдырдық. Қазір, в общем, бәрі жерден тексердік, ақпайды. В общем, бәрі нормально. Енді жұмыс істеген кезде бір тексереміз. Сосын жазда қалай болады екен енді сол қызық. В общем, бәрі жақсы болды деп ойлаймын. Бұны жанат радиаторды салып істеген адам. Қазір экспериментальный погрузка кетті. Мұны радиатор вроде бы сейчас работает. Қазір көреміз қандай болған. Вроде бы нормально жағып. Так, сонымен мұны радиатор бәрі нормально. Бір проблемадан құтылып отырсақ, екінші проблема басталды. 807 КамАЗ 15-ка. Так, бұл КамАЗда цепление кетті.
Сцепление все буксует, мына түтіндік келді, мына түтін шығып жатыр, көрдіңіздер ме? Сонымен ертең бұйырса бұны да тез жасап фотқа қою керек болады. Аз уақыттың ішінде. В общем, сонымен достар, мына экскаваторымыздың радиаторы жақсы болды. Тфай, нормально болды. Енді мына КамАЗдың сцеплениясы кетіп еді ғой. Сол бүгінге жұмыс істей алмай қалды, вывозы шы. Сондықтан бұл қазір по месту жұмыстар істейді. Мұнан телет, в общем, по месту мына жаққа қарай топырақты иеміз. По месту жұмыс істей береді. Ертең ала берса, оның да цеплениясын тез жасаймыз. Сонымен бүгінге жұмыс бітті. Мынаншама жер қазылды. Экскаваторымыз проверкадан өтті. Радиатор, в общем, нормально.